Достар, бәріне сәлем. Сендер мен жақсылық бақытшы. Сендердің көптен күткен видеоларынды түсірдім. 28 Панфиловцев паркына барып, ақ қызды түсіріп алу деген мақсатпен барып, біз сол видеоны түсірдік. Білесің ма, наяқта, достар, 28 Панфиловцев паркінде негізі астында. Достар, ол 28 Панфиловцев паркында 3 миф легендалар бар. Біріншісі, ол церковьтің астында Қытайға дейін апаратын катакомбалар, пещера, жолдар бар. Екіншісі, парктың айналасында, жердің астында үлкен колокол жатыр. Жер сілкінген сайын, ана колокол өзінің бір гуілдеген дауыстарын шығарады. Үшінші, ол жақта бір ақ қызды көресің дейді, түнде. Біз бүгін соны көруге кеттік. Достар, бізде жаңа қазір келдік осында. Яна церковьтің жанында кадр түсіріп атқанда, навіреу, біздің фонаригіміз ең керек фонарик өш қалды, өзінен өз. И ол неден екен білмеймін, мен аны полностью зарядтағам. И может шын проклятый жер шығар. Достар, еще байқап тұрсаңдар, мында вообще паркта свет жоқ. Неге екен білмеймін. Мен де прожекторым өш қалды, и последний фонарикпен біз түсіріп атырмыз. Немен связано, ана қара. Ана. Вообще, лампалар вообще істемейді. Сағат міне 12:30 болды. Біз әдейі сондай уақытта келдік. И 3-ке дейін жүреміз осында, түсіріп алып тұрсамыз. Бізде бір-ақ фонарик қалды ма. И егер түсірсек түсірдік, түсірмесек, келесі жолы Рамазан айы біткен соң тағы да келеміз. Қаласаңдар 15.000 лайк осы видеоның астына. Че, Нұрбол, қалай ощущение? Азаптың қылын. Ата қорқынышты ма? Біз, достар, негізі қазір ананы кездестіреміз деп, как-то іште бір түрлі болып тұрды. Қазір адамдар кетеді ол парктан. Сол кезде өте қорқынышты болады, бро. Мен саған отвечаю. Мында еще какой-то істемейтін церковь тұр. Аяқта аппақ біреу отыр. Жүр бар, көрейікші. Жүр, көрейікші. Может, ойлаш, ана ақ қыз болса. Или қазір бар қаламыз, жай адам болуы мүмкін. Ничего түсірер. Ақ қыз емес екен. Ана аяқта, достар, адамдар жүр. И, блин, қазір онда күтеге бір жарты сағаттай бәрі кет қалсын, сосын түсіріп бастайық. Капец вас много. Достар, көрдіңдер ма? Адамдар өте көп. Қазір күту керек сол үшін. Достар, біз қазір уақыт өткізіп, айналып жүрміз. Бір адам отыр, кеттік интервью алайық ма адам. Типа, білем екен осындай легенда. Достар, қазір видео басталмай тұрып, тез реклама айтып кетейін. Ең бірінші топ номер 1 букмекер, ол бір хабет болып саналады. Ояқта ең үлкен коэффициенттер. Менің ссылкамен бірінші рет тіркелген адамдарға 200 мыңнан беріледі. Ол описаниеда и закрепленный комментарий. Бір минут сенен бір-екі сұрасақ бол ма? Да, конечно. Осы парк туралы. Не, интернетте жазылып тұр да, осы паркта, типа, мифтар, легендалар бар деп соң. Естідің ба сондай? Бля, по идее, естігем. Осы жерде. Бүкіл алматылық естіген соң. Ясно. Не естідің сен, типа, не білесің сол туралы? Бля, осы қайда церковьтан, типа, Қытайға дейін там асы жолдар бар, там АУ, там девушка в белом, все дела. Девушка в Ну, белом. это так, чисто по слухам. Ага. Но сам, по сути, замечал один раз, это было годика 2 назад. Не знаю, то ли я был пьяный, то ли что. Я слышал какие-то голоса, хотя я был где-то в 4 часа утра здесь. И слышал какую-то тему здесь. Какие-то голоса или шепот. Одно из двух. Голоса девушки или... Да, вот именно девушки. О, ничего себе. Достар, короче, түнгі 4-те сондай дауыстар естідім дейді.
И көреміз соны қазір түсіріп алып. Көп рахмет саған. Атың кім болды? Қыдырәлі. Қыдырәлі, Бақытжан. Нұрболат. От души удачи. Қараңдар. Біз ғана емес, даже алматылықтар білет осы легенда, мифтарды. И осыдан кейін қалай осы паркқа келіп осыны түсірмейсің? Жиги. Можно видео в мой инстаграм указать? Ну, конечно, без проблем. Да? Да, давай запишем. Да, давай. Міне достар, инстаграмы осы баланың. Если что, ты тут часто, да, бываешь, говоришь? Да, каждый вечер, ну, чаще всего по выходным сижу здесь, отдыхаю. Тогда давай сделаем так. Осылай жасайық, қазақша түсінесің ба? Я. Онда осылай жасайық. Достар, осы баланың инстаграмына подписаться етіңдер. Міне инстаграмы. И давай осылай жасаймыз. Сен осында отырасың ғой. И түнде егер бірдеңке естіп бірдеңке көріп қалсаң, сразу сторис саласың. Да, Да, договорились. Все, Мен подписчиктарым күтеді соң сен. Джексон, давайте. Достар, описанияда тіркеліңдер. Все, удачи, брат. Все, давайте, Спасибо, Джиги. Давай. Сол достар, егер көргілерің келсе, сол сторисын күтіңдер. Если бірдеңке болса, обязательно түсіреді. А біз күтеміз, тағы да 1-2 сағат жүреміз де күтеміз. Достар, біз анаяқта өте көп отырдық, күттік там. Әңгімелесіп, осының бәрін күтіп отырдық. И сағат қазір, сағат болды, қанша болды? Достар, міне церковь самый легендарный, мифі көп. Астында Китайды Соғы Китайға жол бар. Осы жерде отырмыз, анаяқта қазір церковь. Көріп тұрма білмейміз енді. И қазір енді көреміз. Бірдеңке бола ма, болмай ма. Онда 1-2 адамдар жүр паркта. Ничего? Ол бізге мешать етпейді. Андай мазай қоқты жаңа. Брат, қалып қараңғы болмады сияқты жерде отырамыз. Ішінде орман. Кеттік. Мынандай орманға келдік қазір. Мынандай жерге келдік қазір. Енді осы жерде күтеміз, көреміз, естиміз. Ал отырамыз, а? Иә. Отыру осында. Не бар? Фонариктер қойық та. Да. Жан жаққа. Орман. Ойбай шешің. Не болды? Серьезно айтам. Мен түсіріп кеттім ғой былай. Мына жерінен біреу ұстады. Отвечаю саған. Ағаш жоқ мына жерде. Мен бүйтіп түсіріп кеттім. Бүйтіп ұстады. Салқын зат. Отвечаю сендерге. Мен басым примерно осындай жерде кеттім, төмен. Мен осы жерде кеттім. Маған тиген жоқсың мен. Оған емес, иә, көрдіңдер. Может, он маса болуы мүмкін, бірақ масалар әлі шыққан жоқ. Үлкен салқын зат сипағандай болды. Қойш, бро, ладно. Егер сонда бірдеңке болса, түсіріп аламыз. Еще артымды қараңдар, қап қараңғы. Андай бір дәу масалар шыжу, мұнда маса емес, шірке сияқты дәу нәрсе. Ол емес па тиген? Жоқ. Кәдімгі жел ма? Жел емес, ұстағандай болып дейді. Ёпта. Еще кідір-кідір ана қат ағаштың есі сияқты шынымен. О, тырнақ сияқты. Жоқ, тырнақ емес. Айгердің қолы болады ғой. Ничего себе. Кідір-кідір. Бляха муха. Осында отыра берейік онда бірдеңке болатса, бро. Жақсы. Не болды? Чё. Не? Бізді көріп қалды. Ау, есет деген ғой. Апа жанып тұрмыз. Біз қазір достар осылай тып-тыныш отырамыз қазір. Міне үшеуміз. И күтеміз. Егер бірдеңке болса, сразу түсіреміз. Не болды, бро? Просто қаратқанмын. Егер бірдеңке болса, сразу түсіріп алуға тырысамыз осының бәрін. Сол, сендер үшін келдік осында әдейі. Күтеміз енді, күтеміз. Камераны анда қойық бір. Ар жақта бірдеңке жаңа
Бержан екеуміз естіп қойдық жақын отырған соң. Ар жақтарда где-то бір дауыс шықты, білмеймін не екен. Шақ па да? Я әйтеуір бірдеңке естідім. Сразу ана қарқыл. Жан жаққа сет шығамыз. Том, кеттік біз. Нұрболат, вообще том да? Азыр жаңа тоңа кіреді, менің тоным басылды. Басылды ма? Бұл не? Түкте жоқ па не мұнда? Может быть. Но барлығы өтірік шығар. Мен қачап түсіріп алғым келді. Мен бұл видеоны түсіргенде ойлаған біз түктен түсіріп алған жоқпыз, болды деп. Настроениям жоқ болып қайтқан. Достар, біз түкте түсірмей кетсек, ол маған өте жаман. Түкте естімей түсірмей кетсек. Өйткені мен сондай надеждамен келдім негізі. Бірдеңке түсіріп алам, бірдеңке естеймін деп. Егер тағы да екінші частьтін қаласаңдар, на видеоның астына 20 000 лайк жинасаңдар, біз осында келеміз тағы да. Ол уже Рамазан айы біткен соң, уже андай қорқынышты нәрселердің бәрі шығады ғой. Сол кезде түсіреміз. Қаласаңдар. Мен инстаграмға подписаться етесаңдар, мен ояққа сендерге бүткіл жаңалықпен бөлісіп отырамын. Не түсіріп алдық? Баха! Да кел. Ақ қыз түсіріп алдық па еді? Ақ қыз түсіріп алдық. Қара. Монтажда отыр едім, қарап. Я, сенің реакцияң жазылған деп, қара. Қарап только Нұрболаттың арқасын мына жерде қара. Анау не? Жоқ, тоқта. Достар, бұл не? Мені өзімді таңғалдырған және де шокқа қалдырған нәрсе. Біздің артымызда екі ағаш болды, ар жағы түкте жол болған. И сол жолдың тура ортасында бірдеңке пайда болады да, ауада жоқ болып кетеді. Бұл не? Мен бұл видеоны түсіргенде ойлаған біз түктен түсіріп алған жоқпыз, болды деп. Настроениям жоқ болып қайтқан. Ал оказывается, біз бір нәрсені түсіріп алдық. Достар, егер осы видео осылай болды енді, егер ұнаса, лайк басыңдар. Ұнамаса, комментарияда не үшін ұнамады соны жазыңдар. Енді қоштасайға. Қоштасақ. Ал достар, Баха шақырғанына рахмет видеоға. Енді необычное ощущение енді. Қорқынып чуть-чуть ема натуре. Бір түрлі ғой енді. Қараңғы легендасы өте көп. Орманға келіп видео түсірсек. И тем более бізде цель ақ қызды түсіріп алу. Түсірме дегенде кешірім сұраймын оған. Сау болыңдар.